Сәлем, мен YouTube көрермендерім. Мен бүгін сіздерге арнап 2 айдан 1 жасқа дейінгі балаларға арналған детский массажды, общий детский массажды түсіретін боламын. Ең алдымен баланы жақсылап маймен майлаймыз. Массаж 4 әдіспен жүреді. Қыздыру, сипалау, уқалау және ұрғылау. Аяғынан бастаймын. Негізі аяғынан бастаған дұрыс. Қыздырамыз, жақсылап қыздырамыз. Табаннан бастаймыз. Балапанның. Табанда көп деген нервный точкалар орналасады. Сондықтан табанды полный басынан аяғына дейін саусақтың басына дейін басып шығамыз. Қолмен 7, 8 деген сияқты сандармен басамыз. Жасаған кезде точкалар бітіріп белгі береді. Байқасаңыздар. Саусақтың ұштарын ұмытпаймыз, араларын ұмытпаймыз. Алдынан қолмен осылай болып шығамыз. Мінекей, қолымызды осылай ұстаймыз. Тізеге дейін осылай жасаймыз. Тізеге дейін. Тізеге массаж жасауға болмайды. Мінекей, қолымызды осылай ұстаймыз. Мінекей, мына жермен балаға массаж жасаймыз. Мінекей. Бір қойдық па, осыны до конца апарамыз. Бір қойып, мына жерге дейін алып, ондай болмайды. Қойдық па, до конца апарамыз. Солай өздеріңіздің фантазияларыңызға қарай жасай беруге болады. Бірақ осторожно, абайлап жасау керек. Қатты күш салмай жасаймыз. Саусақтармен жай көрсетемін сіздерге. Саусақтармен. Балаға массаж жасалмас бұрын ең алдымен қыздырып аламыз. Содан кейін барып, мысалға массаж жасалмай жүрген балдарға көп жасамаймыз, 15 минут ары кетсе. Себебі оларда адаптация болады. Сразу сіз 20-25 минут массаж алмаған балаңызға жасап тастайтын болсаңыз, олардың денесі ауырып қалады. 3 күн бойы адаптация, 15, 20-25 солай жасайсыз. Негізі 25 минут жасалады ғой балаға. 3 күн бойы солай адаптация жасайсыз балаға. Прям бір жасағаннан толтырып жасап тастамаңыз. Денесі ауырып қалады. Қыздырамыз, жақсылап. Балаға температурасы шығып тұрған кезде, қазір жүріп жатқан қор, аурулар кездерінде, мысалы аллергия кезінде массаж жасалмайды. Судорога жүріп кетуі мүмкін. Қыстап алып екен.
Ал. Ал. Қатты күш салмаймыз. Қатты күш салатын гипертонус кезінде болмаса, балаға қатты күш салуға болмайды. Қазір бір видеода қатты бір күшпен жасап жатқан сияқты көрінуі мүмкін. Бірақ қатты күш салмаймыз. Себебі баланың денесі ауырып қалуы мүмкін. Общий массажмен қосып, гимнастикасын, ЛФК-сын жасап жүреміз. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Абайлап, мына буындар шығып кететін абайлап істейміз. 1, 2, 3. Кейбір балдар болады, мына жерін тырыстырып алады, оны бүйтіп қинап апармайсыздар, оны былай дірілдетіп, вибрациямен апарасыздар. Баланың миын алдайсыздар да вибрациямен. Қинап апаруға болмайды. Осылай жасаймыз. Мынау 6 айдан асқан балдарға уже былай до конца апарасыздар да, 6 айдан аспаған балдарға до конца апармайсыздар, осы жерден тоқтайсыздар. Беліне ЛФК болады да. Ne жасаймыз. Ішіне өтеміз. Баланың көкірегіндегі безі сығушы болмаңыздар. Тілдер сығып жатады. Сығушы болмаңыздар. Сығуға болмайды. Баланың іші кеуіп жатқан кезде 3 айына дейін, 4 айына дейін келеді ғой. Сол кезде осындай массаж жасайсыздар. Осы массаж былай ішін сағат тілмен айландырасыздар. Ішін сағат тілмен осылай айландырасыздар. Кейін былай басасыздар. Былай ішін. Осылай бір 3-4 минуттай ұйықтағаннан кейін аяғына осылай жасайсыздар да примерно. ЛФК-лар жасайсыздар. Кейін желі жақсы шығады сол кезде. Айналып жасайсыздар. Абайлап жасайсыздар. Ешқандай қиындық жоқ. Адам жасаған адам жасайды. Ешқандай қиындық жоқ. Абайлап жасайсыздар. Қолына өтеміз. Көп жасалмайды, бір 3 минуттай жасалмайды. Алақанын жақсылап. Алақанда да көп деген нервный точкалар болады. Жақсылап жасайсыз. Достар, маған подписаться етіп қоюды ұмытпаймыз. Жанына қоңырауша белгісін басамыз. Айтып өткенімдей, балада температура кезінде массаж жасауға болмайды. Температура кезінде массаж жасаса, судырып беріп кетуі мүмкін. Алақандағы әр точканың түрін осылай басып шығамыз. Иммунитетті көтереді, точный массаж жасайды.
Immunitet ko'taradi. Ya? Foydali ko'z. Qo'lga bir shunday jasaladi, massaj. Güzel masaj yapayım. Şöyle. Şimdi arkasına açalım. Bunu cumturamiz, so'y qizdiramiz tovonni orqasini. Jumamiz, ashamiz, jumamiz, ashamiz. Ististim. Негізі балаға андай памперс кигіздірмейміз. Тыржаңаш күйінші жасаймыз. Жамбасы мен өтті. Қазір ютубқа болмайды, баңға түсіп кетемін, lazım болса. Сол үшін мен естеледім. Негізі жамбасы мен бүйтіп қойып жасайсыздар массажды. Ешқандай да қиындығы жоқ. Өздеріңіз үйде жасай алсаңыздар болады. Солай қолмен құлап шығамыз. Жауырынға жұлын бөлігінен омыртқаларға тиіспейміз мына жерге. Жерге массаж жасалмайды. Осыны жан-жағымен осылай жасалады. Қатты жасамаймыз. Видеода қатты көрінуі мүмкін. Прям күшпен жасап жатсаңыздар бұл. Негізі күшпен жасалмайды. Күшпен белгілі бір аурулар кезінде, гипертонус кезінде, сол кездерде жасап жатады. Күшпен жасалмайды. Алақанымыз былай, сыртамыз былай. Саусақтармен жасалады. Баланың жауырыны ашық, осылай көрініп тұрады жауырыны.
қалай қолға күш түсуге ыңғайлы солай қалай берсеңіздер болады. Бірақ енді абайлап, қарап, осторожно жасаймыз. Арқаға где-то 5 минуттай кетеді. Балаға қандай бір сырт көзбен қарағанда ауыр болып жатқан сияқты болады да. Ұрып жатқан сияқты болады. Негізі ондай емес, балаға приятный болды. Бала ауырып жатса жылайды ғой. Арқадан кейін тағы да аяқ өтеміз. Осылай жасасаңыздар баланың несі аяғы түзу болады. Алақанымен сырттан қалқан. Мына жерде верхний точка бар. Папер шешіп. Қысамыз. Осылай жанынан алақанмен уқалаймыз. Ал біздің массажымыз осымен аяқталды. Маған подписаться етуді ұмытпаңыздар. Жанында колокольчик белгісін басып қойыңыздар. Себебі менде әлі сіздерге деген көптеген пайдалы видеолар шығатын болады. Келесі видеода жолыққанша лайк, комментарий күтемін сіздерден.